Қор балаларға жобасы 2024 жылдың қаңтар айында іске қосылады. Биыл 8 айда Қазақстан экономикасы 4,8%-ға өсті. Бұл туралы бүгін ипотека алмаған қазақтың семьясы қалмады. Бәрі кризис түк. Әкімдер мен әкімдікке бағынышты басқармалардың басшылары жаппай абақтыға жеткізілді. Ақты ақ, қараны қара деп айтамыз. Жоқты жоқ деп айтамыз. Бірде бір артық әңгіме жерде болмайды.